Қазақстанның кең байтақ, қол тимеген жерінде биік таулар, шексіз дала сыбырлап қана айтылатын бір жер бар. Бұл жердің атауы ауыр, тіпті адамның жүрегін дірілдететін атау, басы жоқ аңғар. Бұл жерді қазіргі карталардан таппайсыз. Оның нақты координаттары уақыттың тереңінде жоғалған. Мүмкін оның құпиясын білетіндер оны әдейі ұмытқан шығар. Атауының өзі қорқынышты уәде сияқты. Ұрпақтан ұрпаққа жеткен қара ескерту. Ол аңыздың алғашқы сөзін естімей тұрпақ бір оқиғаны баяндайды. Бұл аңғар өз атауын оған кіруге батылдары барлар алған, әсіресе жаман ниетпен кіргендер, құрметсіз жүрекпен кіргендер, ешқашан толық оралмағандықтан алған. Немесе одан да жаманы, олар мүлдем оралмаған. Аңыз бұл жұмбақ жерді қорғайтын таулар сияқты көне. Ақсақалдар бұл аңғардың қарғысқа ұшыраған жер екенін айтатын. Және біздің әлем мен басқа әлем арасындағы перде жұқа екенін айтады. Бұл бөтендерді қабылдамайтын, өзінің оңашалығын қатты қорғайтын қасиетті жер. Әңгіме бойынша, қызығушылықпен немесе тойымсыздықпен кірген кез келген адам басын жоғалту қаупіне барады. Физикалық мағынада емес. Ақыл-ой естеліктері тіпті жаны. Басы жоқ аңғар атауы осы табиғаттан тыс бағаның айқын ескертуі болып табылады. Бұл атау мыңдаған жылдар бойы қызығушылар мен ақмақтарды алыс ұстап, қорқыныш арқылы аңғардың қасиеттілігін сақтаған күшті тосқауылға айналған. Бұл жер жай ғана отбасылық әңгімелердегі қорқынышты әңгіме емес. Жергілікті халық үшін бұл нақты қорқыныш шынайы және қазіргі қауіп. Олар аңғардың санасы бар деп сенеді. Күшті рухы бар. Ол бақылап күтіп отыр. Олар ескертусіз келетін оғаш тұмандар туралы, саяхатшыларды адастыратын бағытсыз дыбыстар туралы және қорқынышты тыныштық туралы айтады. Қарғыс жай ғана ертегі емес. Бұл олардың дүниетанымының бір бөлігі. Олар батылы бармайтын қастерлі шекара. Балаларға жас кезінен бастап аңғарға апаратын жолдардан аулақ болуды үйретеді, тыйым салынған жерге тым жақын келе жатқанын көрсететін белгілерді тануды үйренеді. Жұмбақ оның орналасқан жерінен басталады. Бұл нақты, физикалық жер ме, әлде ол жабайы табиғаттағы белгісіз қауіптердің метафорасы ма? Басы жоқ аңғар ландшафттағы елес, қазақ халқының ұжымдық қиялында айқын өмір сүретін жер. Оның тарихы фольклордың жүрегіне саяхат, онда жердің өзі кейіпкер, ал оның құпиялары жерден шыққандай көне және кешірімсіз қарғыспен қорғалған. Басы жоқ аңғарды қоршаған қорқыныш сансыз мағынасыз әңгімелерден, көне ескертулерден тоқылған. Ең көп тараған аңыз аңғардың ішінде өмір сүретін күшті рух немесе көне қорғаушы туралы айтады. Хынығат ғасырдың ортасында аймаққа келген жалғыз геолог туралы. Ол ғылым адамы болған, жергілікті ырымдарға күмәнмен қараған. Бірнеше күн бойы ол өз командасымен радио арқылы байланысқан. Оның соңғы хабарламасы үрейлі және үзік-үзік болған. Ол ағаштарда қозғалатын көлеңкелер туралы айтқан және жердің тыныс алғандай дыбысы туралы айтқан. Содан кейін радио үнсіз қалған. Оның командасы оның лагеріне келгенде, олар оны қараусыз қалдырған. Оның жазбалары шашылып жатқан. Соңғы жазбасы үрейлі оқылмайтын жазу болған. Оны ешқашан таппаған. Алғаш қарағанда, басы жоқ аңғар мүлдем қауіпті болып көрінбеуі мүмкін. Көрініс таңғажайып, сиқырлы сұлулықты еске салады. Адам қолы тимеген жасыл аңғар. Көктем, гүлдердің керемет түстері шалғын, мөлдір өзен тау мұздықтарынан ағатын су, ауа өте таза сергітетін. Идиллиялық пейзаж абайсыздарды тереңге тартады. Саяхатшы жүреді. Саяхатшы тыныштанып, бейне жұмақтай демалады. Жергілікті тұрғындар ескертеді, бұл мираж. Қаншалықты көп тұрсаң, атмосфера өзгере бастайды. Тыныштық қысымшыл, ауыр, бақылаушы, ашық түстер өшеді. Ландшафт нәзік қайта реттеледі, жол жоғалады. Өзен кенет бағыт өзгертеді. Флора ерекше, кейбір өсімдіктер галлюциногендік. Саяхатшы жапырақты шайнайды, немесе бұлақтан ішеді. Қабылдау бұзылады, әлем жылжымалы пішіндер мен сыбырға айналады. Аңғардың биологиясы табиғи қорғаныс механизмі. Ақыр соңында жердің өзі құбыжық. Оның сұлулығы жем, табиғаты тұзақ. Ауа райы кенет өзгеріп, қалың тұман пайда болады. Басы жоқ аңғар, әдемі, шыдамды жыртқыш, келесі құрбанның өлімге тартуын күтеді. Басы жоқ аңғар туралы аңыз адамның ішкі қорқынышына, белгісіздік қорқынышына қатысты. Сондықтан сақталады. Спутниктік суреттер жаһандық байланыс дәуірі, жер бетінде әлі де толығымен тыйым салынған. Жұмбақтар мен қауіпке оранған жерлердің бар екендігі идеясы қорқынышты да, қызықты да, аңғардың жұмбағы ешқашан шешілмеген.
Ешбір ғылыми экспедиция оның ішін сәтті картаға түсіріп, нақты жауаптармен оралмаған. Нақты дәлелдердің жоқтығы, қорқынышты әңгімелердің көптігі аңыз өсіп бейімделеді. Бүгінде күшті. Ол нақты жабайы табиғаттың соңғы қалталарының бірін білдіреді. Қазіргі білім оны бағындыра алмайтын жер. Әңгіме қазақ халқы үшін күшті мәдени символ ретінде қызмет етеді. Табиғатқа деген терең құрметті және қасиеттіге деген сақтықты білдіреді. Кейбір жерлерді жалғыз қалдыру керек, олардың құпиялары сақталу керек. Аңыз. Бұл маңызды экологиялық және рухани даналықты бір ұрпақтан келесі ұрпаққа жеткізетін ауызша дәстүр. Ол адамзаттың табиғи әлемнің қожайыны екендігіне сенудің тәкаппарлығынан сақтандыра отырып, кішіпейілділікті үйретеді. Әңгіме даланы шарпыған желде, ақсақалдардың отбасылық әңгімелерінде кейбір жерлер бізге арналмаған, және басы жоқ аңғарға кіргендер ешқашан